Маусымның басында зейнетақы жинағына енгізілген өзгерісті көп адам күтпеді. Бұған дейін қазақстандықтар үй алуға ипотека төлеп, бірнеше бағыт бойынша ем-домға жұмсап келген жинақтағы алуға болатын меже бір күнде 2 есеге өсті. Билік мұны болашақ үшін маңызды қадам деп түсіндірсе, жұрт керісінше алдағы жоспарының күл-талқаны шыққанына наразы. А теперь быстро завтра работать, чтобы к 20 годам у тебя было 7 миллионов на счету. Әлеуметтік желіде дәл осындай әзіл шын аралас видео көп. Бұл түсінікті де. Қазіргі еңбек нарығындағы орташа айлықпен 20 жастағы азаматтың шотында артық ақша болу үшін адам туа салып жұмыс істеу керек дейді біз сөйлескен астаналықтар. Менікі даже до порогового уровня не доходит. На 37 и не доходит. Куда еще увеличивать? Мне кажется, это не метод. Как мы и так-то не можем достичь вот этого порогового уровня, еще если увеличить, тогда вообще, наверное, мы не сможем увидеть. А если бы была возможность, вы бы куда их потратили? Ну, я бы, конечно, если бы была возможность, я бы их в жилье, может быть, в стоматологические услуги. Асқан жоқ, жетпейді. Не істейміз енді, баштық неден жоғары жақтың шешкен солай ғой. Аса қолдан келетін жоқ. Ипотекам бар, соны жабады. Енді жетуі мүмкін ба? Қайда? Қаршы. Кімге айтарымызды білмейміз, кімге барып сынды айтам, кімге барып жырынды айтам деген өлең сол ғой. Осыдан бір 5-6 жыл бұрын бір ағам. Бұл кезде порог бардым. Қазір білемін. Қазір көтеріп жүрсең де ала алмаймыз ғой. Елдері қиын болады. Қазір нақты қанша сома бар екенін білмейсіз ба? Қараған жоқсыз. Қараған жоқ. А егер де мүмкіндік болса, ары қарай неге пайдаланар едіңіз? Ол кезде неге пайдаландыңыз бұрын? Онда неге тіс жөндеуге пайдаландық. А осы жол болса, мысалы, балаларға ипотека неге пайдаланушы еді? Конечно, это очень плохо, потому что у нас зарплата как бы не поднялась же, соответственно, и порог, получается, поднялся на уровне руководителей, я так считаю, а сейчас молодежь, она в основном же мамочки с декрета, и не только выходят с работы, и не только набирает свой стаж, и опыт, получается. И мне кажется, это очень сложно. Қазақстанда әр салымшының зейнетақы жинағы бар. Қазіргі талап бойынша ондағы ақша 2 бөліктен тұрады. Бірі ең төменгі жеткілікті шекте, екіншісі одан артылған сома. Алғашқы бөлік шотта міндетті түрде қалуға тиіс, ал екінші бөлікті азаматтар үй алуға, ипотека төлеп, емделуге жарата алады. 5 маусымнан күшіне енген талап бойынша енді 20 жастағы азаматтың шотында 6 миллион 670 мың теңге, 30 жастағы адамда 9 миллион 750 мың, 40 жаста 13 миллион 370 мың, 60-та 22 миллион 500 мың теңге қалуы керек. Бұл алдыңғы жеткілікті шектен 2 есе көп. Бағдарлама 2021 жылы басталған. Ресми дерекке қарағанда содан бері зейнетақы қорынан азаматтар 5,8 триллион теңге алған. Ақшаның денін жұрт баспана алуға, ипотека төлеуге жұмсаса, кейбірі тіс емдеуге жаратқан. Экономист Сапарбай Жұбаев бұл жоба қарапайым халықтан гөрі байлар мен құрылыс компаниялары үшін тиімді болды дейді. Құрылыстан шұғылданғандар, құрылыс материалдарынан шұғылданғандар, кейін жаңағы ақшасы көп олигархтарға тиімді болды. Яғни 5-6% байлар одан бетер байып кетті. Бірақ халықтың тапқа бөлінуі көбейіп кетті. Ал енді 94-95% халық ұтылды. Бұл жүйе жүзеге аса бастағаннан кейін инфляция, әсіресе осы тұрғын үй инфляциясы бір 40-50%-ға өсіп кетті. Мен есімде бар, осы 2019-20 жылдарда бір қарындасым, енді жиен қарындасым, 7 миллионға бір бөлмелі үй алған еді. Кейін оның екінші сіңлісі де сол 7 миллионға жақын ақша жинап, мен келесі жыл алам деп тұрған кезде, 21-22 жылдарда ол пәтер 14 миллионға шығып кетті. Сөйтіп, көпшілік халықтың, қарапайым халықтың пәтерге қол жетімділігі төмендеді. Сондықтан бұны тоқтату керек. Мынау шекті мөлшерді көбейткені бұл енді дұрыс. Былтыр үкімет жалған құжат жасап, жинақтан алаяқтық жолмен ақша шығару схемасын анықтаған. Тек стоматологиялық қызметке деп жиыны 20 миллиард теңге заңсыз шығарылған ашкереленген.
Осыдан соң билік ақшаны тіс емдеуге алуды шектеді. Дәл осындай тыйым косметологиялық процедуралар мен көз емдеуге де қойылған.